Американский ютубты Қазақстаннан қалай дұрыс ашуға болады? Менің ютубта 14 жылдық тәжірибем және 20-дан астам каналым бар. Қазір мен сізге барлығын қадам бойынша түсіндіріп беремін. Бірінші, VPN, шетелдік сим-карта дегендерді ұмытыңыз. Канал ашу кезінде вообще керегі жоқ ондай нәрселерді қолданудың. Екінші, жаңа Google аккаунт ашасыз. Бұл қарапайым қадам, аты жөніңіз, туған күніңіз деген сияқты қиын еш нәрсе жоқ. Үшінші, егер Google аккаунт тіркегенде номер сұраса, қазақстандық номерді спокойно жаза бересіз. Ешқандай американский номердің қажеті жоқ. Төртінші, YouTube'қа кіріп, оң жақ жоғары бұрыштағы иконкаға басып, канал ашу батырмасын басасыз. Бесінші қадамда никнейм ойлап табасыз және де аватар қоясыз. Оны кез келген жасанды интеллектпен жасап алуға болады. Алтыншы, творческая студияға кіріп, настройки бөліміне өтіп, елді ақш деп қоясыз. Америкада YouTube обновлениелері ертерек шығады. Сол үшін керек, атак аудиторияға ешқандай әсері жоқ. Жетінші, каналды балаларға арналмаған деп белгілейсіз. Сегізінші, доступность функции бөлімінде номер подтверждение жасайсыз. Егер ешқандай номеріңізді қабылдамай жатса, актив 775 eSIM орнатып аласыз. Тоғызыншы, продвинутый функция қосасыз, ол үшін 6 секундтық видеоңызды жіберсеңіз болды. Оныншы, барлық видеоны ағылшын тілінде оформление жасайсыз. Атауы, описаниесі, тегтары, превьюі бәрі ағылшынша болу керек. Тек сонда ғана YouTube сіздің шетелдік аудиторияға жұмыс істеп жатқаныңызды түсінеді. Болды, енді дұрыс өтетін видеолар салу ғана қалады. Оны үйрену үшін менің жабық клубыма қосылсаңыз болады. Бағасы 7500 теңге, сілтеме профилдің описаниесінде.